Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай бисквит дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай жұмыртқамызды сарысынан бөліп аламыз. Ыдысымыз таза, құрғақ болу керек. Әбден құрғатып аласыздар ыдыстарыңыз, содан кейін барып жаңағы жұмыртқаның ағын саласыздар. Және де бір кішкентай ғана жұмыртқаның сарысы ыдысымызға түсіп кетпеу керек. Түсіп кетсе дұрыс көтерілмейді. Қантымызды салып, аппақ болғанша осылай миксерлейміз. Өзінің консистенциясын ұстап тұру керек. Төңкерген кезде ешқандай төгілмейтіндей сондай қылып миксерлейсіздер ғой. Міне видеодағындай осылай көресіздер. Енді сарымызды, жұмыртқаның сарысын бір миксерлеп аламыз. Одан кейін қантымызды қосып, ағарғанша миксерлейміз. Ағарғаннан кейін барып, ұнымызға разрыхитель, ванилин қосып барлығын біріктіреміз. Одан кейін міндетті түрде ситадан өткізіңіздер, ұндарыңызды ситадан өткізіп, миксерлейміз біркелкі болғанша. Аз-аздан осылайына миксерлейсіздер ғой. Ұнымызды аз-аздан қосамыз. Одан кейін дайын болды. Енді жаңағы жұмыртқаның ағын біріктіретін боламыз. Осындай пышный болып тұру керек. Пышнылығын жоғалтпас үшін жаңағындай астынан үстіге қарай араластырамыз. Көп араластырмаңыздар, көп араластырсаңыздар пышнылығы жоғалтады. Одан кейін барлығын өстіп біріктіріп болғаннан кейін осындай формаға құятын боламыз, майламаймыз. 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Дайындап көріңіздер, өте тез жасалады.